Good afternoon, students. Good afternoon, teacher. How are you? I'm fine, thank you. And you? I am fine, thank you. Sit down, please. What's the date today? The 11th of February. Okay. Who is absent today? Everyone is here. Okay, everyone is here. Let's begin our lesson. Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері. Бүгін біз бұл тоқсанда жаңадан программалау тілін үйреніп жатырмыз, сондықтан осы тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Үй тапсырмасын алдымен тексеріп алайын, пысықтап. Мынадай кеспе қағаздарын дайындап әкелдім, қазір таратамын. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы пысықтаймыз. Егер де дайын болсақ, жауап береміз. Hazır. Кім дайын екен? Ғазиза айта ғой. Сызықтық орындау деген не? Сызықтық орындау деген есептің рет-ретімен орындалу. Жақсы. Келесі Калбинур. Input нені енгізеді? Input жолдық деректерді енгізеді. Input функциясы нені енгізеді дейді? Input функциясы жолдық деректерді енгізеді. Жақсы. Келесі Саят. Айнымалы дегенде айнымалы мәні мен цифр өзгеріп отыратын шама. Жақсы. Заңғар. Амалды сынықшаға онда неліктен есептемейді. Өйткені оның мәтінде болып қалып оны шығарып береді. Жақсы. Бегарыс. Меншіктеу ол айнымалы жаңа меншіктеу. Жақсы. Қайсар. Деректер типтерін атаймыз. Қандай типтер бар екен? Нақты, сандық, логикалық, жолдық деректер. Жақсы. Келесі Адиле. Python кеңейтілімі дегеніміз ол программаның аты .py. Жақсы. Файлдың аты, одан кейін кеңейтілімі көрсетіледі. Жанарыс айта ғой. Нұр және сұлтан деген сөздерді қалай біріктіруге болады? Бірінші, print, жақша, тырнақша ішінде жоқ, жақсан жауаны жүз, тырнақшаны ашамыз, сұлтан, тырнақшаны жауып түсініп, жақшаны жауып жаңа жіберген кезінде нұр сұлтан деп қосып шығады. Жақсы. Яғни print жақша ішінде тырнақшаға алып нұр сөзін, келесі тырнақшаға сұлтан сөзін, арасына қосу таңбасын қойғанда екі сөзіміз бірігіп экранға көрінеді екен. Жұлдыз айта ғой. Деректер типін ата жолдық сынды, нақты сынды, логикалық, Жақсы. Молодец. Программалау тілі дегеніміз компьютер түсініп қабылдай алатын тіл. Жақсы. Аружан айта ғой. деректер типін ата нақты сандар, жолдық сандар, логикалық сандар. Жақсы, жарайсың. Назгүл айта ғой. Мәтінді экранға шығару жолы. Қалай шығарамыз? Программаны орындауға жіберу, ран батырмасы арқылы жүзеге асырылады екен. Сымбат? Транслятордың неше түрі бар? Транслятордың екі түрі бар. Қандай? Интерпретатор және компилятор деген екі түрі бар екен. Кім қалды бізде? Барлығымыз айттық па? Олай болса, келесі жаңа сабақты түсіндіруге өтейін. Жақсы дайындалып келген екенбіз. Барлығымыз назарымызды экранға аударамыз. Жаңа сабақты біз өрнектерді орындау ережелерімен танысамыз. Python программалау тілінде арифметикалық өрнектерді орындау ережелері мынандай түрлерден тұрады. Бірінші, өрнектер бір қатарға жазылуы тиіс. Яғни бөлшек сан кездессе де немесе бірнеше қатардан тұратын болса, оның барлығын бірінің астына бір емес, бір қатарға жазуымыз қажет екен. Екінші, өрнектер жақша болғанда, жақша ішіндегі амал бірінші орындалады. Яғни математикадағы амалдар да осы жерде сақталады. Егер өрнекте бірнеше жақша болса, онда амалдарды орындау ішкі жақшадан басталады.
Сонымен қатар бізде мынадай амалдар таңбасы бар. Оларды атап айтатын болсақ, екі жұлдызша, яғни екі көбейту белгісі бізде дәрежеге шығарады. Бір жұлдызша көбейтуді білдіреді. Көлденең сызықша бөлу, екі сызықша бүтін бөлігін экранға шығарады. Пайыз таңбасы қалдықты анықтайды. Ары қарай қосу, азайту, үлкен, кіші, салыстыру амалдары да қолданылады екен. Түсінікті ма? Келесі, біз ескеруге тиіс нәрсе, мысалы, мына жерде қазір математикалық өрнек берілген, соны программалау тілінде қалай жазамыз? Мен соны түсіндіріп кетейін. N тең, мінеке математикалық өрнегімізде бөлшек сан берілген. Оны қалай жазамыз? Жаңа алдында айтып кеткендей бір қатарға жазамыз, N тең, міне, A қосылған. Мына жерде көбейту бар ғой, әдетте, ол жазылмайды, ал программалау тілінде жазылады. 3 көбейтілген B минус 4 көбейтуін ұмытпаймыз. Жақша ішінде X плюс Y-дің неше дәрежесі? 3 дәрежесі. Міне, 2 жұлдызша дәрежені бердік, 3 дәрежесін жаздық. Егер 5 дәреже болса, 5 деп жазар едік, Жақшаны жаптық, мінеке, ішкі жақшасы, алымының өзін бір жақшаға алып отырмыз, Сыртқы жақшасы. Енді міне бөлшекке келдік. Ол жерде міне бөлу таңбасын беріп отырмыз. Бөлімін бөлек тағы жақшаға аламыз. Бөлімін жазған кезде 2A азайту X-ті, мінеке, мына жерде көбейтуін жазып, осылай жазамыз. Жалпы түсінікті ма? Осы ережені сақтай отырып, программалау тілінде жазамыз. Сонымен қатар бізде инкремент және декремент деген ұғымдар бар. Яғни, бұл амалдарды орындау үшін бір санға арттыру немесе кемітуге арналған. Мына оқулықтарына қарасаңдар, ішінде көрсетілген. А қосылған бұны А қосу тең, А азайтылған бұны А азайту тең, А көбейтілген бұны көбейту тең, бөлу тең деп осылай қысқартылған түрінде жазады. Оқулық бар ғой барлығымызда, Show me your books and notebooks. Жақсы, жарайсыңдар. Кітапта барлығы бар. Толық мәлімет ала аламыз, қарасақ. Бұл бір санға арттыру және кеміту амалдары болып табылады. Сонымен қатар бізде стандартты функциялар деген ұғым бар. Қазір мен түсіндіріп кетейін. Мынадай. ABS функциясы бар, бұл санның модулін береді. Яғни, print, ABS жазылуы. Жақшаның ішінде теріс сан, -9 экранға шыққанда оң санды шығарып отыр. 9-ды шығарып отыр, яғни санның модулін береді. Екінші int функциясы бөлшек санды бүтін санға айналдырады екен. Яғни print, int, жақша ішінде 4,198. Экранға қалай көрсетті бізге? 4 санын ғана көрсетті, бүтін санға айналдырып отыр. Егерде 5,197 болса, экранға қалай шығар еді? 5 деп шығар еді, жарайсыңдар. Round функциясы бар, ол санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайды, яғни дөңгелектейді. Жазылуы print, round, жақша ішінде 4,198-ді экранға қалай деп шығарды? 5 деп, дөңгелек деп шығарып берді. 6,197 болса, қалай шығады экранға? Жақсы, жарайсыңдар. Енді қазір тексеріп көрейінші. Мына жерде жаңағы 3 функциямыз берілген. Санның модулін беретін қайсысы? ABS дейді. Бөлшек санды бүтін санға айналдыратын қайсысы? Int функциясы. Санды бүтін бөлігіне дейін жуықтайтын, ол round функциясы екен, жарайсыңдар. Excellent. Енді біз қазір терминологияға өтейік. Алдымен мен айтып кетейін. Репетициямен. Бізде жаңағы программалау тілінде қолданылатын амалдарды қазір ағылшын тілінде айтып кетейін. Біз ағылшын тілінде кіріктірілген етіп сабағымызды өтіп жатырмыз. Алдағы уақытта 7 сыныпта бізде ағылшын тілінде пәніміз келетін болады. Соған дайындық ретінде біз термин сөздерді қосып жүрміз. Жақсы. Қосу таңбасы addition. Репетициямен бірге айтамыз. Addition. Азайту. Subtraction.
Көбейту, multiplication. Бөлу, division. Бүтін бөлігін табу, floor division. Дәреже, power. Қалдықты табу, modulus. Ұмытпаймыз ғой. Мен қазір осыларды қоса отырып, қазір чарадес ойынын ойнатамын. Дайын боламыз. Are you ready? Yes. About devices. Let's go. Бегарс алға жақындап қосыла ғой. Модульді импорттау. Import. Very good. Пернетақта. Keyboard. Monitor. Айтылуын сақтаймыз. Microphone. Very good. Digital camera. Speakers. 3D scanner. Scanner. Дәреже. Power. Штрих-код. Оқу құралы. Barcode reader. Very good. Touch screen. Жалған. False. Пернетақта. Keyboard. Pult. Remote control. Қашықтықтан басқару, я? 3D printer. Very good. Қалдықты табу. Mouse. Run. Very good. Ақиқат. True. Құлаққа. Headphones. Бүтін бөлігін. Floor division. Бүтін бөлігін табу. Амалдар. Operation. Жаңа ғана айтып кеттік. Multimedia projector. Азайту. Subtraction. Very good. Көбейту. Multiplication. Plot. Import. It's time to finish. Printer. Time's up. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 score. You have 29 score. Very good. 29 ұпай жинадық, барлығын айттық. Тек бөлуде уақыт бітті, я? 1 минуттың ішінде 29 сөзді терминологияны айтып үлгердік. Жарайсыңдар. Енді келесі бөлімге өтеміз. Бізде мен қазір оқулықпен жұмыс жасау үшін практикалық жұмысты беремін. Яғни 88-89 беттерде есептер берілген. Мен қазір уақытты үнемдеу үшін тест түрінде жасадым. Ол жерде математикалық өрнектерді программалау тілінде қалай жазылады? Соны біз дұрыс таңдап, мұқият қарап, белгілеп шығамыз. Жарай ма? Барлығымыз қосайықшы, арифметикалық өрнектердің жазылуы деген тестті қосамыз. Бұл жерде практикалық есептердің барлығының программалау тілінде жазылған нұсқалары көрсетілген. Дұрыс нұсқаны таңдап, белгілейміз. Бастаймыз. Саят бізде болған екен. 5 сұрақтан 5-еуіне дұрыс жауап берді. Кәнеке, мәлімет қарап қояйық. Жақсы, жарайсың. Екінші Қайсар бітірді. 5-тен 4 сұрағына дұрыс жауап берді. Қатемен жұмыс жасаймыз, қайсысынан қате жібердік. Мұқият қараймыз. Ережелер сақталу керек. Жақша, көбейту, принт сөздерін жазуда қателесіп қалмайық. Жарайсын. Жанарыс 5-тен 4 ұпай алып отыр. Аружан 5-тен 3 сұраққа дұрыс жауап берді. Екеуі ғана дұрыс болды ма? Қатемен жұмыс жасаймыз. Жарай ма? Аделияда 4-еуі дұрыс. Айменде 4 сұраққа дұрыс жауап берді. Сымбат 4 сұраққа.
Қатемізді көріп, қатемен жұмыс жасаймыз, жарай ма? Заңғар аяқтады. 5 сұрақтың төртеуіне дұрыс жауап. Бекарыс қалай болып жатыр? Назгүл, жарайсың. 5 сұрақтың 5-еуіне де дұрыс жауап берді. Назгүл, жарайсың. Кім қалды бізде? Барлығымыз орнадық па? Қалбенұр, аяқтаймыз. Модульдік есеп, мына жерде модульді жаңа айтып кеттім. АБС. Аяқтаймыз тезірек. Қатемен жұмыс жасадық па? Жақсы. Алдағы уақытта көптеген осындай есептер шығарамыз. Программалау тілінде отырып, сол кезде осы ережелер сақтай отырып жазамыз, жарай ма? Мұндай қателіктер жібермейміз, е? Қанша болды, Қалбинұр? 4 па, е? Жақсы. Бекарыс? Жақсы. Енді келесі тапсырманы мен жас программист деп алып отырмын. Кодын құрамыз, яғни сендердің енді шығармашылықтарыңды, логикаларыңды тексеруге негізделген тапсырма. Мына экранда көрсетілген бірінші есебіміз мына түрде болады. 1, 2, 3, 4-тен 9-ға дейінгі сандарды осылай ретпен шығарамыз экранға. Түсінікті ғой, ә? Екінші есеп информатика сөзін жұлдызшаларға алып, тура осы көріністі сақтай отырып шығарамыз. Үшінші, Қазақстан сөзін тура осындай ретпен экранға шығару керекпіз. Алғашқы сабағымызда біз осы әдістерді үйренген болатынбыз. Сол әдістерді еске түсіре отырып, сақтай отырып, нәтижесін экранға шығарамыз. Бастаймыз. Жақсы, таза парақтан жазамыз. Бірнеше сөз қайталанған жағдайда көшіріп қоюды қолдансақ болады, сол әдісті. Copy-paste әдісін. Жарайсың. Қайсар екінші есепке өтіп жатыр. Тамаша, excellent. Заңғарда екінші есепті аяқтауға жақын. Үш есепте бітті ма? Так, ранға жібергенде Қазақстан сөзі. Жарайсың. Well done. Бірінші болып Қайсар бітірді программалауды. Жарайсың. Өте жылдамдықпен орындап шықты. Келесі бізде Саят, Қайсар аяқтап қалатын сияқты. Қане заңғар орындауға жібереміз, көрейін. Нәтижесі
1-ден 9-ға дейінгі сандар, информатика. Тамаша. Яғни қазақстан сөзін қалай алып отырмыз бұл жерде? Қазақстан сөзін жақша мен тырнақшаға алғанда тырнақшаны жауып көйтіп Санын берге, яғни бір сөзді бірнеше рет қалай жазу әдісі біз үйренген болатынбыз. Жарайсың. Назгүл, Сымбат, екінші тапсырмада. Саят орындауға жібереміз, көреміз нәтижесі. Жақсы. Very good. Excellent. Тамаша. Жақсы. Түрлендіріп жатыр мына жақта, балдар, жарайсыңдар. Excellent. Жанарыс. Жанарыс екінші есебін бастады. Бұл бөлімде бізде тек қана программа жазылады, астына нәтиже көреміз. Бізді соны ескереміз. Жарайсыңдар. Мен байқап отырмын, мына жақта алдында балдар түрлендіріп жатыр программаларын. Назгүл, Жұлдыз, аяқтаймыз. Үшінші есепке келдік. Жақсы. Бегарыс қай жерге келді екен? Қазір көрем. Өте оңай, алдын өткен әдістеріміз қолдана отырып жасаймыз. Very good. Жанарыс, аяқтаймыз. Бізде қазір жұмысын аяқтаған Қайсар, Заңғар, Саят, Сымбат, Назгүл, Жанарыс аяқтады мінеки. Тамаша. Аружан бізде бір тапсырманы орындады. Азерия бір тапсырманы орындады. Ғазизада да солай. Қалбинор екінші тапсырманы орындады. Демек, бір жерден қателесіп жатырмыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жарайсың, Назгүл. Excellent. Алдын бітірген оқушылар есептерін түрлендіріп жатыр. Жарайсыңдар. Жалпы бізде бір есеп, екі есеп, мен қазір бағалаймын. Үш есеп, артығымен орындап жатқан оқушылар бар ішімізде. Жарайсын, Аймендікі аяқталды. Жақсы, қатесін таптық па? Қазақстаннан кейін тырнақша болды. Әр қайсына біз мән беруіміз қажет екен. Жарайсыңдар. Жақсы. Олай болса, келесі бөлімге өтеміз. Бұл практикалық жұмыс жасауда ешқандай көпшілігіміз қиналған жоқпыз. Жарайсыңдар. Енді біз жалпы осы дейін өткен тапсырмаларымызды Kahoot бағдарламасы арқылы пысықтаймыз. Қазір барлығымыз kahoot.it бағдарламасына кіріп, дайын отырамыз. Мен қазір экранға пин-кодты шығарамын.
Мінекей қымбатты оқушылар, экранға пин кодымыз шықты. 476 47 95. Жазып, жылдам кіреміз. Қайсар кірді бізде? Заңғар, Қалбинұр, Аймен, Жанарыз, Назгүл, Сымбат. 10 оқушымыз кіріп отыр. Дайынбыз ба? Бастаймыз. Транслятордың неше түрі бар? 1, 2, 3, 4. Неше түрі бар екен? Жарайсыңдар. Келесі, екінші сұрағымыз. Мәтінді экранға шығару жолы. Қалай шығарамыз? Түрлері көрсетілген. Экранға шығару үшін қалай жазамыз? Жақсы, 8 оқушы дұрыс жауап берді. Келесі. Үшінші сұрағымыз, программалау тілі деген не? Адам түсініп қабылдай алатын тіл, робот түсініп қабылдай алатын тіл, компьютер түсініп қабылдай алатын тіл. Жауаптар дұрыс емес. Жарайсыңдар, барлығымыз дұрыс жауап берген екенбіз. Келесі. Айнымалы деген не? Мәні мен типі бар тұрақты шама, мәні мен типі бар өзгеріп отыратын формула. Мінеге уже белгілеп үлгердік, 10 оқушы дұрыс жауап берді. Жарайсыңдар. Excellent. 5-ші сұрақ. Python тілі синтаксисі. Программада жолдардың соңына нүктемен үтір қою міндетті емес. Бірнеше команданы бір жолда нүктелі үтір арқылы жазуға болады. Программаны жазу барысында begin end қойылмайды дейді. Жақсы. Келесі. Меншіктеу деген не? Айнымалыға жаңа мән жүктеу, айнымалыға жаңа мән жүктемеу, тұрақтыға жаңа мән жүктеу, бастапқы мәнді шығару. Жақсы. Жетінші сұрағымыз. X-ті Y-ке бөлгендегі бүтін бөлігінің мәнін қалай есептейді? Осы берілген таңбалардың қайсысы бүтін бөлігін экранға шығарады? Жарайсыңдар. Оялдан. Next. Сызықтық орындау деген не? Жеті оқушы дұрыс жауап берген екен. Қателескен оқушыларымыз да бар. Келесі. Next. Сымбат бірінші орында, Жанарыз екінші орынға шығып отыр. 9-шы сұрақ. X-ті Y-ке бөлгендегі қалдығының мәнін қалай есептейді? Қалдықты қалай табатын едік? Осы таңбалардың. Жарайсыңдар. Барлығымыз дұрыс жауап бердік. Next. 10-шы сұрақ. Input функциясы нені енгізеді? Мәтіндік деректерді, логикалық деректерді, жолдық деректерді, сандық деректерді. Жақсы. 8 оқушы дұрыс жауап берді. Қайсар екінші орынға шығып отыр. 11-ші сұрақ. Input функциясы нені енгізеді? Нақты деректерді, логикалық деректерді, жолдық деректерді, сандық деректерді. Жарайсыңдар. Excellent. Барлығымыз дұрыс жауап бердік. Бұл жерде жылдамдықта ескеріледі, я? Сіздер білесіңдер. Деректер типін ата.
Жауап қалай екен? Бүтін сандар, нақты сандар, жолдық және логикалық екен. Жақсы. 13-ші сұрақ. Айнымалының қай типке жататынын қандай функция арқылы анықтаймыз? Print, type, float, bool. Қай функция анықтайды екен? Type функциясы анықтайды екен, я? Қателеспейміз. Келесі. Программаны орындауға жіберу қалай жүзеге асырылады? Shell, new, print, run. Белгілейміз, уақыт бітіп жатыр. Жақсы. Қай батырма арқылы екен? Run батырмасы арқылы есепті нәтижеге шығарамыз. Next. Python тілі кеңейтілімі XLS, doc, ptt, py. Қайсы екен? Жарайсыңдар. Excellent. Нүкте, файлдың аты нүкте py болады екен. Next. Стандартты функциялар бүгін өттіге. Int, round, abs, барлығы дұрыс. Бүгінгі тақырып түсінікті болған сияқты, барлығымыз дұрыс жауап бердік. Жарайсыңдар. 17-ші сұрақ. Float типі. Бүтін сандар, жолдық, логикалық, нақты сандар. Float типі нені білдіреді екен? Нақты сандар білдіреді екен. Келесі. Соңына жақындап қалдық. Мұна берілген өрнектің дұрыс жазылуын таңдаймыз. Модуль берілген, байқап отырсыңдар. Жарайсыңдар. Қабықша пайдаланушының графикалық интерфейсі деп аталады. Ағылшынша қалай аталады? Edit, debug, help, shell. Жарайсыңдар, shell. Яғни есептік нәтижесін көретін кезде екінші панеліміз shell болып табылады. Оны қайдан алып қоямыз біз, егер жоқ болып тұрса? View'дің ішінен қосып аламыз. Жақсы. Соңғы шешуші сұрақ. Python программалау тілін сайттан көшіру тегін дейді. True or false? Бір оқушы ғана қателесті, қалғанымыз дұрыс. Нәтижесі экранға шығып жатыр. 20-ның 18-не дұрыс жауап берген Ғазиза, 20-да 18-не Сая дұрыс жауап берген, 20-ның 20-сына да дұрыс жауап берген Сымбат. Жарайсыңдар. Well done. Жалпы, бүгінгі тақырып түсінікті ғой, оқушылар? Енді қазір осы сабақтан кім не түйді, не алды, соны қысқаша айтып өтейік. Қысқаша, тез-тез, бір-бір сөйлеммен. Бегарс айта ғой. Стандартты функциялар, стандарт функциялар. Тағы да. Жақсы, Саят, барлығымыз айтамыз. Жақсы, Калвинур айта ғой. Стандартты функциялар және ұйымдастырмасын пысықтап, одан кейін жаңағы үйренген сөздіктерімізде, жаңа сөздіктер үйреніп өзімізді жетілдірдік. Тамаша. Аделия айта ғой. Бұл сабақта біз стандарттық функцияларды үйрендік және есепті шығаруды үйрендік. Жақсы. Қайсар айта ғой. Не түсіндік? Программалау саған өте түсінікті болған сияқты. Ең бірінші болып бітірді. Не алдың өзіңе жаңадан? Программалар құрылды дейді. Жақсы. Аружан? Мен бұл сабақта деректер типін, стандарттық функцияларды, математикалық және компьютерде қалай жазылатынын осында үйрендім.
Жақсы. Математикалық өрнектердің программалау тілінде қалай жазылатындығын үйреніңдер, иә? Сымбат айта ғой. Мен бұл сабақта математикалық өрнектердің Python программасында қалай жазылатынын білдім және стандартты функцияларды толықтай меңгердім. Жақсы. Айнен айта ғой. Бұл сабақта біз есептердің, өрнектердің Python тілінде қалай жазылатыны, компьютердің қалай қабылдайтыны туралы білді және стандартты үш функцияның ABS, int, roundтардың қызметтерін білдік. Ажырата аламыз ба оларды? Жақсы. Назгүл айта ғой. Ұнады, иә? Жақсы. Ғазиза? Не тидің өзіңе? Стандартты функцияларды компьютерден есептер шығаруды үйрендім. Жақсы. Жалпы түсінікті болды, иә? Біздің уақытымызда болған екен. Осы тақырыпты арифметикалық өрнектердің жазылу ережелерін дәптерімізге жазып, қысқаша нақтысын жазып, оқып, түсініп келеміз. Жарай ма? Келесі сабақта практикасына көбірек отырамыз. Уақыт аяқталды. Белсенді қатысқандарыңа рахмет. Жақсы, сау бол.